қаншалықты. Даусыңызды кішкене шығарыңқы айта бересіз ғой. Болған жайды басынан айтсаңыз, иә, сіз сол бөлімге Бөлім командирінің тәрбие және идеология жұмыстары жөніндегі орынбасары подполковник Қашқынбаев Бақыт Елгелдіұлы. Мен ол сол күні кешке таман 19 қыркүйек күні шамамен 22:30 сағат уақытында аталған жаңа Бекбау солар звондаған екен бөлім командиріне. Осындай бізде оқиға болды деп, бірақ үйден шығып кеттік деп жас балалар болғаннан кейін қорққан екен. Содан кейін мен және штаб бастығы, одан кейін бөлім командирі сол жаңағы адресі бойынша оңтүстік қалашық 33-ші үй, 37-ші квартира. Бұлардың тұрғылықты өздерінің несі үйлері. Сол жерге бардым жедел. Одан кейін есікті жаңағы ашып, мен бірінші кірдім. Содан кейін кірдімде ар жағына барсам, жаңағы ас үй дейді ғой, ас бөлме. Сол жерде кіреберісте жаңағы турникте асылып тұр екен. Соны көрдім де сыртқа шықтымда, сразу сол жерге құзырлы органдар дейді ғой біздегі, солар шақырдым. Одан кейін әкесіне хабарластым, әкесіне айттым, болған жағдайды осылай қалай болды деп айттым. Енді бізге бұл күмәнді болып тұр, иә? Біз енді ол бала өзіне суицид жасайтын бала емес. Бір қандайда бір бойынан бір өзгешелік сіз бір білінді ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Ол келген күннен бастап ең бірінші сұхбат өткіздім. Жаңағы әскери қызметке, оның лауазымының туралы қандай қызметтер атқаратындарын және қандай көмек керек екендігін маған келіп айтып отырасың дедім. Одан кейін бірінші күні келгеннен кейін, оның жаңағы ең бірінші ол келген кейін оны бір жерге орналастыру керек қой. Осы жаңағы пәтерін көрсеттім, осы жерге деп. Одан кейін екінші киім кешек дейді ғой. Солардың беріп, оған тәлімгер тағайындалды. Өзінің бастығы сол тәлімгері болды. Және план бодострой дейді, жоспар болады. Бір ай ішінде ол нені үйрену керек деген сол жоспар бойынша жұмыс едік. Бірінші жаңа айтып отырғандай, ең бірінші оның үйін орналасу, екінші құжаттарын рәсімдеу, жаңағы өзінің лауазымы бойынша. Одан кейін үшінші киім кешекпен түрлерімен жаңағы әскери не дейді ғой, қамтамасыз ету түрлерімен толық қамтыдық. Одан кейін өзінің енді бірінші күннен келгеннен кейін қаражаты керек қой. Сол жаңа подъемный дейді, соны төлеткізіп бердік. Одан кейін сомасы қанша подъемныйдың? 3.360 ба, 72 мың ба, енді толық білмеймін, сол суммада 370 мыңның маңында сондай ақша төленді. Одан кейін соңғы міне жақын арада тағы да 400 мың ол неден ауысып келді осы жақтан. Сол қашықтыққа жаңағы өзінің жеке заттарын көшіруге берілетін компенсация дейді, сол ақша төленді. Одан кейін жаңа ғана ары қарай өзінің лауазымдарын қабылдауға кірісті. Соның жанына жаңа тәлімгері бойынша екеуі бірге жүріп, өзінің жаңа қай службалар болады ғой, сол служба әскери бөлімдегі өзінің несі жаңа қызметі бойынша сол лауазым қабылдай бастады. Дәрігерге көрінген туралы айтыңызшы, қай уақытта барды, не болған, не жағдай болған? Сағат 11 шамасында. 19 күні, иә? 19 күні күндізгі сағат 11 шамасында өзінің қызмет орнында, сол жерде өзіндегі жаңа бухгалтерлар дейді, бізде отырған, соларға айтқан, менің жүрегім ауырып тұрған сияқты, көкірек жағындағы бір ауырып тұрған сияқтымын деген екен. Содан кейін жаңа жанындағы отырған бухгалтерлар айтқан екен, бізде медрота бар, сол жерге барыңыз деген. Медротаға барған, содан кейін сол жерге айтқан осындай деп, одан кейін сол медротадағы дежурный фельдшер дейді, бізде сол дежурный фельдшер температурасын өлшеген, одан кейін давлениесін өлшеген, одан кейін жаңа медкнижкасына жазып, направление дейді ғой, соның біздің қалашықтың, әскери қалашықта госпиталь бар. Сол жерге терапевтке направление берген екен. Соның жаңағы направлениені алады да, бұл госпитальге барады. Сол жерде госпиталь терапевт қарайды, одан кейін ЭКГ снимать етеді, бұдан флюорографияны снимать етеді де, ақауыл жоқ екен айтады. Оған сіздің жаңа диагноздарыңыз осындай жоқ. Ертең дейді, 20 күні сағат 7 шамасында таңертеңгісін ашық қарынға келіп қан және өзінің анализ дейді ғой, мочи деген екен. Медиктерін енді толық білмеймін, сондай анализ давать етесіз дейді де, үйіне жібереді. Одан кейін бұл өзі звондайды, өзінің подчиненный бухгалтеріне айтады, мен осындай қаралып жүрмін дейді. Медицинаға өздерінің жұмыстарыңды арғай жасай беріңдер дейді. Сөйтеді,
Одан кейін жаңағы бізде сол уақытта оқу жаттығулар болған. Нұрсұлтан ол жерге қатыспайды, ол қаржы қызметінің бастығы, оның жаңағы лауазымы бойынша оқу жаттығуында жоқ. Содан кейін онымен бірге тұратын жаңағы 2 лейтенант сол үйге келеді, есікті ашады да жаңа осындай жағдайды көреді. Ар жағынан енді не болғанын сізге айттым. Сол жаңағы жағдай нашар деп енді кетті ғой, жаңағы жұмысындағыларға айтып, сол уақытта қасына жаңағы бір қарауға адам жіберді ма? Жағдайын қарап, бақылап жүруге біреуді жіберді ма? Ондай жағдайда егерде бізде өзіміздің ішкі жаңа байланыс бар, дежурный врач, ол постоянно телефонда отырады. Сол жерге ол мүмкіндігі болған, сол жерден звондайсап, жаңа шақыртуға болады. Егерде өзі барамайтын болып тұрса, егерде өзі жаңа давлениесі или немен барамайтын жағдайда болса, ішкі байланыс бойынша звондайды. Бұл жерде жаңа өзінің... Қазір Дәулет есі жаба тұр. Дәулет жаба тұр. Одан кейін айтқаннан кейін бұл өзі жүріп тұруға жаңа қауқары болған. Онда ешенке жаңа айтып отырмын, ол жаңа медротаға дейін барған, одан ары қарай ол госпитальге де міне барған. Содан жоқ, мен өзім баралам деген болу керек. Содан кейін өзі аяғымен өзі сол жерге барған. Егерде жағындай мен барамайын, маған көмек керек деген жағдайда біздегі дежурный фельдшер сол өзінің жұмыс жаңа орны бар ғой, жұмыс орнына сол жерге жаңа дежурный врач дейді, сол барады. Немесе приемға келген, бұл жерде ол өзі приемға келіп тұр. Сондай. Жаңағылардың барлығы журналдарында қалай қаралғандарын бәрі жазылған. Қазіргі уақытта біздің жаңағы БСУ дейді, тергеу, әскери тергеу органдарымен тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер керек десеңіз, осындай сұрақтар болса, тергеуге сол кісілерге айтасыздар. Жақсы, енді бірінші тараған ақпарат, сол ресми өкілдеріңіз, сіздердің берген ақпараттарыңыз, жаңағы қызмет етіп жатқан, әскери гарнизонда қызмет етіп жатқан офицер өз үйінде асылып қалды деген хабар келді. Соны неге өз үйінде, ол қарапайым қалып, оны өз үйінде деп ол бірден қабылдайды? Оны зерттемейді, ол әскери бөлімшеге қарай ма басқа? Соны түсіндіріп айтып беріңізші, қандай, қай жерге қарайды? Маған белгісіз номерден бір кісі хабарласты. Ол уақытта әкесі маған айтты, Әйгерім деген сіздерде сол кісімен ғана хабарда отыр деді. Бізде осы ауылда байланыс болмайды деді. Содан кейін мен Әйгеріммен хабарласып отырдым. Жағдайлардың бәрін, қандай болып жатқандарын бәрін Әйгерімге айтып отырдым. Ана әкеңізге айтыңыз деп. Содан кейін маған кісі хабарласқаннан кейін ол кісінің айтқаны өзінің жаңағы әскери бөлімде деп айтты. Қайтыс болды депші. Мен айттым, әскери бөлімде емес дедім. Ол әскери бөлімнің жаңағы әскери қалашығы бар. Өзің жаңағы үйі, бұл жаңа біздің берген үй. Сол үйде болған жағдай дедім. Қарулы күштерге қарайтын үй. Қарулы күштерге қарайтын әскери қалашық. Ол жерде әскери қызметшілердің отбасылары да барлығы тұрады. Айтқан кезде өзінің үйі ғой ол айтқанда. Сол жаңағындай ол кісінің жаңағы әскери өзінің жұмыс орнында болған жоқ деген мағынада айттым мен. Жақсы. Тағы да бір аты жөніңіз толық қызметіңізбен айта салыңызшы. 18-10 әскери бөлімінің бөлім командирінің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары подполковник Қашқынбаев Бақыт Елгелдіұлы. Жақсы. Енді бір все